Қайырлы күн достар, сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Бүгін американский панкейктің қазақша рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: ұн, сүт, жұмыртқа, сұйық май, шымшым тұз, қант және разрехитель қажет болады. Қажетті тізімді осы видеоның астына қалдыратын боламын. Алдымен қантымызға жұмыртқаны салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның көлемі үлкен болатын болса, 2 жұмыртқа да жеткілікті болады. Сосын бөлме температурасында тұрған сүтті пайдаланамыз. Сүтіміз салқын болса, оны аздап жылытып алған дұрыс. Сүтімізді, сосын сұйық майымызды да құйып, араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып аламыз. Ұнымызды да барлығын қоспай, бірінші бір бөлігін қосып, сосын қалғанын қосып аламыз. Алғашқы бөлігін қосып, араластырып аламыз, аздап. Сосын қалған бөлігін қосамыз. Разрехитель мен шымшым тұзды да салып, барлығын араластырамыз. Арасында іртігі қалмайтындай, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, барлығы қол жетімді заттар. Мен балаларыма жиі жасап тұрамын. Жылдам әрі өте дәмді. Алдымен табамызды қыздырып, алғашында аздап май құйып аламын. Сосын аздап өзіңізге қалағанша аздап осылай құйып жылдам пісіріп алатын боламыз. Осылай жылдам піседі. Аздаған бөліктерден құямыз. Бетінде аздап көпіршіктер, майда тесіктер пайда болғаннан жылдам келесі бетін ауыстырып аламыз. Міне осылай майда көпіршіктер пайда болады. Ол астыңғы бөлігі пісті деген сөз ол. Сосын осылай келесі бетін ауыстырып аламыз. Осындай өте әдемі панкейктер шығады. Өзіңізге қалаған түрде шоколадпен, қаймақпен, балмен, түрлі жеміс-жидектермен ұсынуға болады. Өте жылдам, өте дәмді панкейктер шығады. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен Сандуғаш.